Тамыз бүлігі қандай оқиға? Тамыз бүлігінен кейін КСРОда қандай өзгерістер орын алды? КСРО ыдырағаннан кейін саяси жағдай қалай өзгерді? Қазақстан тәуелсіздік алу жолында қандай қадамдар жасады? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қашан қабылданды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Тамыз бүлігі қандай оқиға? 1991 жылы 18-21 тамызда елде төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеттің құрылғаны жарияланды. Сондай-ақ 1991 жылы 19 тамызға қараған түні КСРО президенті Михаил Горбачев демалыста жүрген жерінде биліктен кетті. Таңғы сағат 4-тен бастап Горбачевтың денсаулығына байланысты президенттік міндетін атқара алмайтыны, осыған байланысты төтенше жағдайдың 6 айға енгізілетіні мәлімденді. Правда газетінде жарық көрген кеңестік басшылықтың мәлімдемесінде президенттің міндеттері вице-президент Геннадий Янаевқа өтетіні, ал елді басқару құрамында жоғары шенді партиялық кеңестік шенеуніктер бар ТЖМК-ға жүктелетіні хабарланды. ТЖМК көшбасшыларының басты мақсаты КСРОның құлауын болдырмау болды. Олардың ойынша ол КСРОны егеменді мемлекеттер одағына айналдыратын жаңа одақтық шартқа қол қоюдың алғашқы кезеңі басталуы керек. Президенттің міндетін атқарушы Геннадий Янаев Эхо Москвы радиостанциясына берген сұхбатында 20 күні біз одақтық келісімге қол қоюға мүмкіндік бермедік. Біз одақтық келісімге қол қоюды бұздық деді. Мәскеуге әскерлер мен бронетехникалар енгізілді. Шындығында ТЖМК бұрынғы тәртіпті сақтағысы келді. Елге сталинизм көлеңкесі, әскери диктатура және еркіндікті шектеу қаупі төнді. ТЖМК-ға қарсылық тобын Ресей президенті Борис Ельцин басқарды. Олардың Ақ үйге шақыруына көптеген мәскеуліктер, олардың арасында әртүрлі әлеуметтік топтар, демократиялық қоғам, студент жастар, зиялылар және ауған соғысына қатысушылардан бастап қылмыстық құрылым мен ұсақ буржуазия қатысушыларына дейін қатысты. Елде қауіпті жағдай орын алды. ТЖМК-ның әскери күш қолдануға батылы бармай, әскерді казармаға қайтарды. Осылайша мемлекеттік төңкеріс жасау талпынысы іске аспады. Тамыз бүлігінен кейін КСРОда қандай өзгерістер орын алды? 1991 жылғы тамыз төңкерісінен кейін КСРОның ыдырау үрдісі тез қарқынмен жүзеге асты. 1991 жылы 8 желтоқсанда Минскіде Белоруссия, РКФСР, Украина республикаларының басшылары өзара келісіп, 1922 жылғы КСРОны құру туралы шарттың күшін жойып, Беловеж келісіміне қол қойды. Сонымен қатар, тәуелсіз мемлекеттер одағының құрылғанын мәлімдеді. 1991 жылы 13 желтоқсанда Ашхабадта Орта Азия мен Қазақстан басшылары бас қосып, Минскіде қабылданған шешімдерді қолдайтындықтарын айтты. 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда 11 мемлекеттің басшылары Алматы декларациясына қол қойып, ТМД-ның, яғни Тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылғанын мәлімдеді. КСРО ыдырағаннан кейін саяси жағдай қалай өзгерді? 1991 жылдың желтоқсанына дейін КСРОның құрамында болған республикалардың бәрі өз тәуелсіздіктерін жариялады. Қазақстанда да тәуелсіздік алуға қарсы күштер белең алды. Орыс автономиясын құру немесе солтүстік облыстарды Ресейге қосу идеялары көрініс тапты. Тәуелсіздік туралы заңды қабылдауды референдумға салу талаптары алға тартылды. Қазақстан тәуелсіздік алу жолында қандай қадамдар жасады? 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлауда 98,78% дауыспен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР-ның атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертіліп, жаңа сайланған президент Республика сарайында салтанатты түрде ант қабылдады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қашан қабылданды? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы қабылданды.
Тәуелсіз Қазақстан демократиялық даму жолын қалаған зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет болып құрылды. Осылайша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданғаннан кейін, еліміз тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекетке айналды. Өз территориямызды белгілеп, ішкі және сыртқы саясатымызды дербес жүргізе бастадық.